Ассалаумағалейкум, құрметті Казислам порталының оқырмандары. Бүгінгі біздің қонағымыз Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті дінтану кафедрасының доценті, дінтанушы Кеңшілік Тышқан. Ассалаумағалейкум, Кеңшілік аға. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Осы өзіміз отырған ғимаратта жақында Әлемдік, және дәстүрлі діндер хатшылығының кезекті отырысы өтті. Ол жерде әлемнің көптеген елдерінен дін өкілдері келді. Осы жерде жақсы бір керемет сұхбат болды. 2003 жылдан бері басталған Әлемдік діндер съезінің біздің еліміз үшін қандай пайдасы болды деп ойлайсыз? Діннің қазіргі өркениетаралық байланыстарында діннің орнының орасан зор екенін біз білеміз, байқадық. Мемлекеттердің арасын жақындастыруда дін лидерлерінің орны бар екенін біз мемлекет жақсы түсінді. Көптеген мемлекеттердің арасындағы қазіргі әлемдік жағдайдағы реніштер мен кикілжіңдердің жаңағы бір араға тоғыспауы, ол бір-бірлерін кінәлаушылықтан, бір жерге жиналмаушылықтан, бір проблеманы ортақ талқылаудан қашуынан екенін біздің мемлекет түсінді. Сондықтан да біздің мемлекетіміз жалпы зайырлы мемлекет ретінде кез келген дінге, кез келген сенімге әрине дәстүрлі бағытта болатын болса, өздерінің ашық саясат ұстана алатындығын көрсету үшін осындай үлкен бір платформа, үлкен бір орта жағдай жасап беру, ол бір үлкен бір жетістік болды. Өйткені бұған дейін бір-біріне сәлем бермейтін, бұған дейін бір-бірін мойындамайтын, тіпті бір-бірінің қолын ұстауды ар санайтын, қор санайтын сондай конфессиялар, ол бір үстелдің басында отырып, ортақ мәселеде талқылауға болатындығын көрді. Қазір қандай да бір азаматтармен, қандай да бір мемлекеттермен, қандай да бір ұйымдармен тіл табысу үшін сол мемлекеттің, сол азаматтың, сол ұйымның сеніміне құрметпен қарау деген нәрсе бар. Осы тұрғыдан алған кезде біз мемлекеттің нығаюына, іргетасуының бекуіне, басқа да конфессиялармен, өркениетті мәдениеттермен орната алатындығымызға үлкен бір дәлел ретінде біз Қазақстанда мен деген дәстүрлі дін лидерлерінің съезін өткізу арқылы біз мемлекетімізді тағы да әлемге паш еткен сияқтымыз. Біздің негізгі діндегі дәстүрлі жолымыз ол ханафи мазхабы. Бірақ мына тарихымызды, әдебиетімізді қарасақ, бір Абу Ханифа жөнінде бір өлең жазған, кітап жазған адамдарды сирек кездестіреміз. Жалпы ата-бабаларымыз Абу Ханифаны білген бе негізі? Бізде діни мазхаб, бағыт деген нәрсе бірыңғай болды. Тіпті шетелге барған, қажыға барған, Бағдатта оқыған бізде ғұламаларымыз болды. Тіпті солардың өзі, болмаса кейін Мирарабта, Көкілташта, Бұхарада, Ғалияда, Хусейнияда оқыған тұлғаларымыз болды. Енді көптеген медреселер болды. Сонда олардың парасаттылығы қазақ қоғамына бірыңғай жаңағы ханафи мазхабында мәселені беруі, бұл шетелден келген кезде де басқа мазхабтарды, ағымдарды алып келмеуі, бұл олардың парасаттылығын көрсетеді. Яғни қарапайым халықтың басын қатырып, әртүрлі мазхабтардың қағидаттарын әкеліп, соны жаңағы бір айырмашылық ретінде тықпалаған жоқ. Сол үшін біздің қоғам, жалпы халық ретінде біз діннің бағытынан жасалған әртүрлі кикілжіңдер туындамағанша біз түсінген жоқпыз Абу Ханифа мазхабы деген не нәрсе. Өйткені бізде сол бір дін сияқты, сол бір ислам сияқты, сол бір қағида, бәрі бір жол сияқты солай түсінікті. Қолжазбалар бар, оқылмай жатқан, соларды оқу керек. Зерттелмей жатқан еңбектер көп, соларды зерттеу керек. Бірақ өкінішке қарай сол бағытта қалам тербейтін, сол бағытты зерттейтін, сол бағытта оқи алатын тұлғаларымыз аз. Сізге келесі бір мәселені қойғым келіп тұр. Елімізде мүфтиятқа қарайтын мешіттерде исламтанушылар жұмыс істейді. Одан бөлек жалпы діннің тарихын, діни мәселелерді зерттейтін дінтанушылар бар. Осы дінтанушылар соңғы кезде біздің байқауымыз бойынша мешіттердің, жалпы имамдардың оппозициясы сияқты болып көрінеді. Жалпы сіз оған келісесіз бе? Иә, келісемін. Келісетін себебім, дін деген нәрсе, ғылым деген нәрсе, мемлекет деген нәрсе қандай да бір үрдіс болмасын, қандай да бір процесс болмасын, қайшылық болған кезде дамиды. Бізде мынандай бір тенденция бар, кеңес одағынан қалған бір стереотип дейміз ба, адамдардың өзі туралы сын айтпауы деген нәрсе. Оппозиция деген нәрсенің өзі менің ойымша құлату емес, дамытуға ықпал жасау деген сөз. Яғни жасап жатқан адамның істерінің кемшіл тұстарын айту арқылы оны қайрау деген сөз. Яғни сынаған адамның бәрі дұшпан емес. Қазақтың өзінің сөзі бар, сын түзелмей, мен түзелмейді деген. Сын айтпасаңыз, ол менен білмейді. Мен дұрыс істеп жатыр екенмін деп ойлайды. Сондықтан да бұл бір жанашырлық деп қабылдаған дұрыс. Және оны қабылдай білу де бір адами парасаттылық. Көптеген мықты азаматтар жеке жүрген кезде көп нәрсе жасай алмауы мүмкін.
бірақ муфтияттың айналасында жасайтын болса, ол соған көп үлес қосуы мүмкін. Дінтанушылар кейде сынаған кезде оны бір дұшпан ретінде қарау деген не жоқ. Оны айту керек, келіңіз, талқылайық, көрейік, егер кемшілік болса соны жөндейік. Қарсы сөз айтқандардың барлығы дұшпан деген, халық жауы деген баяғыда 37-39 жылдардағы саясаттан біз құтылуымыз керек. Яғни ол кезең келмеске кетті, менің ойымша келмеу керек, яғни келтірмеу керек. Сізге рахмет. Бүгін осы арнайы уақыт бөліп, біздің Қазақстан порталына келіп сұхбат бергеніңіз үшін сізге алғыс білдіреміз. Рахмет, сіздерге де шығармашылық табыс тілейміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, жақсы күндерде жолығуға жазсын.